Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді шарлотка рецептін бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шым тұз саламыз. Және де қантымызды салып, жақсылап миксерлеп көпіртетін боламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, сұйық массамызға толықтай саламыз да лопатаның көмегімен массамызды басып алмай араластырамыз. 2 алманы 4 бұрыштап турап ішіне саламыз. Осы кезде духовкамызда 180 градусқа алдын ала қыздырып қоясыздар. Менің формамның диаметрі 24. Сұйық массамызды формамызға салып, бетіне бір алманы дәл видеодағыдай турап, әдемілеп қойып шығасыздар. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Не көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирог дайын, өте дәмді болып шығады.